Себебі алтынға таласуға бұл спортшының бүгін ешқандай да мүмкіндігі болған жоқ. Демек, қоланың өзін үлкен ерлікпен алды Саладуха. Дәл осы спортшыдан біз бүгінгі сында өте үлкен ерлік күткенбіз, тіпті қарсыластық күткенбіз. Біздің Рыпаковаға тең келетін ешкім жоқ екенін біздің спортшымыз дәлелдеді. Ал дәл осы спортшыдан біз қарсыластық көрдік бүгінгі бәсеке барысында. Біздің Рыпаковаға 18 сантиметрдей озылып қалды. Жалпы үш қарғып секіру секторында бұл нақты дәл жеңістікті ойсырай ұтылудың белгісі. Тағы да айтамыз, колумбиялықтар бізге осымен екінші рет алтынға таласқан тұста есе жіберді. Ал чемпион қазір бүкіл әлем халқы, бүкіл әлем жұрты біздің Ольга Рыпаковаға қошемет арнайды. Чемпион. Поздравляем Ольгу Рыпакову с золотой олимпийской медалью Лондона в тройном прыжке. Ольга Рыпакова не имела себе равных. Добилась она наконец-то успеха после серебра чемпионата мира на стадионе, после первого места на чемпионате мира в закрытых помещениях. Ольга Рыпакова наконец-то выигрывает, зарабатывает, заслуживает олимпийское золото. Ольга Рыпакова, наша радость, становится олимпийской чемпионкой, и в 6-й раз в Лондоне звучит гимн Казахстана. Қошемет қазір Рыпакованың құрметіне бүкіл 80 мың жанкүйер қазақ әнұранының әуенімен толқыды. Әзілде болса шындық, қазақ гимні Лондон төрінде қазір хит. Рыпакованың жеңісі құтты болсын дейміз. Қазір Қазақстан 8-ші орыннан 7-ші орынға көтерілді жалпы командалық есепте. Енді жарыс жалғасады.